Назарбаевтың семьясы, өзі Назарбаев, Дариға, олар менің жауым. Жауым болғанда тек қана мен емес, ол қазақтардың, біздің еліміздің жауы. Ертең мына билік құлағанда кредиттердің бәрін жоямыз. Ертең парламенттік республика болады деп шығып жатырмыз. Мен қазіргі жұмыс жасап жүрмін. Халықты шақырып жатырып, біз былай айтып жатырмыз. 2 айдан кейін бәрін алдымен кім кредит алған, ол біраз жұмыс жасау керек. 2 айдың арасында кредиттің бәрін жойып тастаймыз деп. Жарты жылдың арасында әділеттік сайлау болады. Оның арасында, жарты жылдың арасында кімнің мүмкіндігі бар, ойы бар, партия барып тіркейді. Партия болғанда 5000 адам керек жоқ. 3 адам қағазын апарып, уставын Министерство юстицияға апарып, содан кейін программасын жазып, үгіт насихат жасап, жарты жылдан кейін сайлау болғанда халықтың сол үгіт насихат жасап, программа көрсетіп, халықтың дауысын жинайды. Біз де солай жасаймыз. Мен айтып жатырмын ғой, біз уақытша өкімет болады. Мен халық кімді қолдайтын білмеймін. Бірақ алдымен билікті құлататын бәрі түсініп жатыр. Билікпен ештеңе істеуге болмайды. Алдымен билікті құлату керек. Уақытша әкімдер болады. Уақытша әкімдер болғанда, қазіргі әкімдер жұмыстарынан алып тастау керек. Халықтың сенетін адамдары болу керек. Тек қана жарты жыл. Содан кейін қайтадан сайлау болып, халық кандидаттарын қарап, соларға қолдарын бергенде солар әкім болады. Көрдіңіз бе? Сонда біз не дейміз? Билік халықтың қолында деп санауға болады. Көрдіңіз бе? Енді бәрін түсіндіргенде біз бағдарламаны жазып жатырмыз. Видеосы бар. Мен 5 жыл болды, 5 жыл соның бәрін түсіндіріп жатырмын. Халық көпшілігі бәрін түсінгенде, ертең дегенде, осы келесі жылда шыққанда ашық көзіме шығады. Олар бәрі түсінетін болады.